Қайырлы күн жақсыларым, бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше, ауызда еритін керемет пирог пісіретін боламыз. Ал сіздер каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Ол үшін бізге ең алдымен 4 жұмыртқа керек болады. Оған 150 грамм қантты қосамыз. Әбден жақсылап араластырамыз. Қантымыз еріп, ақ көбікке айналу керек. Шамамен 5 минуттай миксермен жақсылап араластырып аламыз. Әппақ көбікке айналу керек. Дайын болған массамызға 2 ас қасық какао қосамыз. Және де 100 мл сұйық май құйып, 2 шай қасық қопсытқышты қосамыз. Бұған 160 граммдай ұнды салып, тағы да миксермен жақсылап араластырып аламыз. Түйіршік қалмай араласуына мән береміз. Пирогымыздың негізгі бөлігі дайын болды. Оны майланған формамызға алып құямыз. Енді ірімшікті бөлігін дайындаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм ірімшік қажет болады. Оған 2 ас қасық крахмалды қосамыз. Және де 50 грамм ақ қантымызды салып, оған 2 шай қасық ванильді қантты қосамыз. Осыған 1 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массамызды кондитерлік қолғапқа құйып аламыз. Менде осындай арнайы құрылғы бар. Осыған құйып аламын. Енді видеода көрсетілгендей құя бастаймыз. Егер сізге бұндай сурет ұнамаса, өзіңізге ыңғайлы суреттерді салсаңыз болады. Мысалға жүрекше, жұлдызшалар. Ірімшікті массамыз біткенше, осылай үстінен бірнеше қабат құйып өтеміз. Барлығын құйып болғасын, қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30 минут пісіретін боламыз. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып пісті. Бұл пирогтың дәмін татқаннан кейін дүкендегі құрғақ пирогты мүлдем алмайтын боласыз. Өте керемет, жасалуы жеңіл пирог дайын болды. Бізді жоғалтып алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Бұл пирогты еріген шоколадпен немесе қант пудрасымен қалауыңызша әсемдеуге болады. Онысыз да өте дәмді, керемет.
Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Жадыра Кенжебекқызы.